әлемнің кез келген нүктесіне қоңырау шала аласыздар. Webscam приложениясы арқылы енді сіздер телефон қоңырауларына артық төлемейсіздер. Сіздер приложенияға тіркелген соң сіздердің счеттарыңызға бонустық минуттар қосылады. Егер де бонустарыңыз таусылса, онда сіздерге көруге видео ұсынылады. Видеоны көріп біткен соң сіздердің счеттарыңызға тағы да бонустық минуттар қосылатын болады. Әлемнің кез келген нүктесіне, кез келген қалалық телефондар, кез келген басқа да операторларға белгіленген бағамен, яғни қалалық телефондарға 2,5 рубль, а мобильді телефондарға 1 рубль арқылы сіздер қоңырау шала аласыздар. Сәлем достар, мен жаңа влогыма қош келдіңіздер. Бүгін бізде воскресенье. Бұл алдыңғы влогтың жалғасы. Егер де оны көрмесеңіздер, міндетті түрде көріңіздер. Мен астына ссылка қалдырып кетемін. Бізде қонақтар кетті деген болатын. Сондықтан мынандай ужасный бардакты, мына жақтың барлығы ужасный бардак, және кухняда да бардак, соның барлығын мен қазір жинастырамын. Қазір кешкі сағат уже 7 болды. И бізде новый мебель келген болатын. Осыны да қазір ішінің бәрін реттеген жоқ, өйткені тойға баратқан кезде келген болатын. Осының іштерін бәрін қазір ашып жуамын. Кстати, есік что-то заедает бар ғой, тұрып қала береді. Неге екенін білмейміз. Осының бәрін реттеп, ішінің бәрін жуып, мына жақтарын бәрін әдемілейміз. Қараңыздар, біздің тойдағы сурет. Осының бәрін реттеп, мене өте үлкен, плюс стирка бар, қаншама адам жатқанын постельдердің барын жуып жатырық. Өте көп стирка бар, өте көп жұмыс, сондықтан да барлығы менімен бірге істеуге барлықтарыңызды шақырамын. Келген соң столды көтеріп қою керек, и үсті тазалы болып тұрған жоқ, и ыдыстар жуған жоқ, өйткені біздің тряпка жаман болып кетті. Қазір баука баняда. Банядан келген соң алып келеді. Сол кезде мен бізде гречка біткен, соны толтырдым. Мыналарды іштері уже бітіп қапты, соларды толтырдым. Мыналардың іштерін толтырдым. И мына жақты тазалап қойдым. Қарап тұрсаңыздар, бәрі идеальный. Мына жолға келген қонақтарға келген болатын. Шашу ретінде қазақтың салты, дәстүрі бойынша мына жақты реттедім, керек емес нәрселер. Біздің үйде қант өте көп. Мынаншама қант, мынаншама қант баука ала береді. Үйде бар десем, бар екен ұмытып қала ма, білмеймін, түсініксіз. Мама бізге еще мынандай не алып келген болатын, специя салатын. Мен осыған, бізде бұрында қара бұрыш мынандай тұрған, мен оны қазір біреуін жуайын деп жатырмын. Оған мен ұн салып қоямын. Наған біреуіне қара бұрыш салғым келеді. И біреуіне, наверное, тұз. Холодильникті тазалап қойдым. Холодильнигіміз нормально тамаққа көбейді. Ана жол көргенде пустой болатын. И еще біздің үйге мынандай мамам нелер алып келді. Біздің столиктарымыз қатты ағаш, отырған ыңғайсыз болғандықтан, енді мынандай үстіне қоятын әкелді, өте мягкий, әдемі. Енді осыны қоятын боламыз. Мынау біздің көршілеріміздікі, үйге қонақтар келгенде көршіден аламыз. Мына арбуздарды мен бүгін баукаға салып беремін, лақтырамыз, өйткені мама жемей қойсын деді, мамалар, апалар. Мен стиркаға сатқан болатын, бірінші партия уже жуылып бітті. Еще бүгін планда мынандай жер жинау, көріңіздер ма, ужасно болып жатыр. Тут тоже сондай проблема. Кимейтін уже жаздық аяқ киімдерді бәрін жинастырып тастау керек. Ната тоже миллион қазір стирка болады. Мына аяқ просто ужас болып кетті вообще. Мен на полканы полностью шығардым. Бұл жерде на постельдің бәрі жатқан болатын. Мына жақта да ужасный болып жатыр. Мен постельдердің бәрін мына жаққа саламын. Ананың үстіне жаздық киімдерді салам. Мына киім бәрін қазір мен стиркаға алып барам. Еще мама бізге мынандай көп жастықтар алып келді. Мына менің бұрынғы жастығым үйдегі. Мына тоже бұрынғы жастығым. Мынандай кішкентай жастықтар алып келді. Тағы да бір-екеу болатын. Бұлармен жатқан ыңғайсыз екен, оказывается. Мен, или магазиннен, или интернеттен мынандай әдемі қап, жастықтың қабын аламын да. Сөйтіп қойып қойғанға әдемі болатын сияқты. Біреу жатыр, еще. Тойдан, менде мынандай шарфпен орамалға мен олжалы болып қалдым. Мен мынандай өте әдемісін таңдап алдым. Мама аласын ба деді, сондықтан да қараңыздар қандай. Рассеткасы өте қатты ұнады. Менде бұндай жасыл түсті әлі вообще жоқ. Сондықтан да маған ұнады. И алдым екінші шарф, ол мынандай шарф. Луи Виттондікі. Енді оригинал емес, конечно. Тоже өте әдемі, маған ұнады. Сондықтан да осы екеуін таңдап алдым. Столик қазір баука келген соң бұны басқа жаққа шығарамыз. Үйде перестановка.
Анан бери мен уже на полкамды, и өзім на полкамды жинастырып қойдым. Қазір баука келген соң екі полкасын жинастырады. Сонымен қатар мен қазір ойланып тұрмын да, мене вот мындай жаздық нәрселер, киімдерім бар да. Вот мындай крестьянка, олардың бәрін мен уже 100% кимеймін. И қазір осылардың бәрін бір пакетикқа салып, уже жауып тастау керек, өйткені дала уже суытты. Сонымен қатар астын жинайтын шығармын. Новый пастельдердің біреуін аштым. Вот бірақ бұны бүгін төсемейтін шығармын. Өйткені бір жуып алғым келіп тұр, все равно жатқым келмейтін андайға. Өте жақсы, бірақ качественный екен. И қазір өзім пастелімді ауыстырамын еще. Сонымен қатар мына біреу шкафчиктің іштерін түсінікті уже мына жаққа қазір ауыстыратынды. И бұл шкафчик былай келіп мына жаққа тұрады. Или мына жаққа. Білмеймін әлі қай жаққа қоятынымызды, қазір көреміз. Пока что стирка ғаналарды апарып, қазір сортировать етіп қойын. Қайсымен жуатынымызды. Үй просто көріп тұрғандарыңыздай хлам болып кетті. Қазір бәрі жақты бітірдік. Шкафына жаққа ауыстынаның ішінің бәрін толтырдым. Барлығын неден көресіздер. Рум-турдан сонымен қатар мына жақта тазаладым. Көрсетпей қойын. Вот постель новый. Тоже спанж бобтікі. Все, бәрі таза, үйдің бәрі күшті болып тұр. Тұста, наконец-то бітті. Мен уже сабаққа отырдым. Қазір сағат 1:30 болды. Қатты шаршадым бүгін. Бағана ұйықтамай сразу не істеп кету керек еді. Жинап кеткен кезінде қазір уже ұйықтап ататын едім. Просто мен күндіз ұйқының орнына жұмыстың орнына ұйқыны таңдаймын, ал түнде керісінше ұйқының орнына жұмыс таңдаймын, білмеймін екенім. Мінекей қазір мен кейс жасап жатырмын. Бізде қазір школдарда қандай екен білмеймін, бірақ универде кейс деген нәрсе бар, яғни ситуациялық сұрақтар береді. Вот соны ноутбукпен жібереміз, соны қазір жасап жатырмын болатынмын. Шаршап тұрмын қатты прям. Бірақ мен еще пол жуып сыпырған жоқпын, оны ертең сабақтан кейін істеймін. Ертең менде магнумға кіру керек, кіріп продуктылар алу керек, өйткені арғы жолға алған нәрсем бәрі ол қонақтарға арнайы алынған нәрсе болатын. И вот еще үйден ватный диски деген сияқтылардың бәрі бітті. Менде қараңыздар қаншама стирка қалды, болады уже ертең өйткені ана жерде вообще орын уже қалмай қалды. Сондықтан да мына жаққа отправляйтесь вы. Мына жақта да менде таза постель бар. Просто жаятын орын аз болғандықтан бірнеше күн жуу керек стирканы. Вот. Не содан или фикс прайздан барып мына жаққа бір органайзерлар алам келеді. Өзімнің мынандай гель для лица уголкалар, яғни. Потом вот мындай масочкалар, мыналардың барлығын салып жинастырып қойғанға, өйткені мына жақта вообще не очень көрінеді. Вот сондықтан да жақында барсақ бірге алатын боламыз. Все, мен қазір душқа өтейін деп жатырмын, түсінгендеріңіз бойынша. И көзімді сүртемін. Достар, сіздер білесіздер, мен барлығын жазып жүргенді ұнатамын. Менде мынандай кішкентай блокнотым бар. Мен бұны Минисудан алған болатынмын. Сіздермен бірге бұрынғы блогта, по-моему, апрельде ма, майда ма, айдан екеуміз бірге болғанда өте күшті блокнот. Маған осындай блокноттарының мынандай жерлерінде мындай домалақтар болғаны, кольцо болғаны маңызды, өйткені мен көп нәрсені бірден жазбаймын, мен жыртып тастағанға ыңғайлы. Сондықтан да мен мысалы оның бірінші бетіне мына жерде менде расписание, яғни универдегі болатын сабақтар жазылған сағаттарменен. Одан кейін келесі бетінде менде бір айға план жазылады. Одан кейінгі келесі бетінде менде мына жерде бір аптаға пландар жазылады. И оны мен күндерге бөліп қоямын. Маған өте қатты ыңғайлы, біреулер түсінбейді неге жазасын деп. Әрине көп нәрсе прям нық-сұқ сөйтіп орын алады деген сөз емес. Көп нәрселер өзгеріп тұрады, өйткені адамның дегеніменен Құдайдың қалауы, Құдайдың дегені болады. Сондықтан да мен просто план жасап қоямын. И мен қазір мынандай ақ параққа, мен Карина Каспарянс деген блогерді көремін. И сол маған мотивация берді. Мен андай ақ парақ алдым, мен осыған типа челлендж сияқты жасаймын. Яғни белгілі бір күнге мен пока что қазір 20 или 21 күн есептейтін шығармын, немесе 10 күнге бірінші мына жаққа істегім келетін нәрселерді
И мына жаққа уже мен плюс қойып отыратындай істеймін. Бұл план емес, бұл жерде привычкалар, яғни дұрыс привычкалар. Привычка деген қазақшасы әдет, есіме түсті. Дұрыс әдеттер, яғни күнде істелініп тұратын нәрселер мені жақсы қылдыратындай саморазвитияға, денсаулыққа, сабаққа, каналға көрші барлық нәрсеге керекті жақсы әдеттерді жазамын. Мысалы, күнде ерте тұру, егерде мен бүгін тұрсам, плюс қоям, сөйтіп, ерте жату 12-ке дейін, тағы солай, зарядка күнде деген сияқты болады. Мен әлі білмеймін не жазатынды. Миымда шаршағанға тұр, қазір жасап біткен соң сіздерге көрсетемін. Так, достар, мен пока что 11 дұрыс әдет жазып қойдым. Барлығын көрсеткім келмейді әлі. Там хотя бы бір апта дұрыс плюстар көп болып орындап жатқан соң көрсетейін. Егер де сіздерде сондай бір привычканы өздеріңіздің өмірлік күндеріңізге кіргізгілеріңіз келсе, міндетті түрде орындалатындай. Яғни мен бір естуімше, оқығанымша, кез келген әдет 21 күн бойы бір нәрсені жасасаң, ол әдетке айналады екен, оказывается. Сондықтан да бұл нәрселер қазір маған күнделікті өмірімде менде бұл нәрселер жоқ, бұл іс жоқ. Сондықтан да мен бұны параққа жазып, қадағалап, яғни осы параққа мен көрген кезімде, мынаны жасау керек екен ғой деп мен жасайтын боламын. Сондықтан да одан кейін болашақта, мысалы, мүмкін қаңтардан бастап, мүмкін февральдан бастап менің бұл әдетіме айналып кетеді. Мен бұны даже параққа қарамай ұйқыдан тұрып сразу жасай беретін боламын. Сіздерге енді каждый видеомды просто так өмірімді көрсетпей, басқа блогерлерден алатын білген нәрсемді, алған мотивациямды сіздерге де айтқым келеді. Сондықтан да сіздерге ұнаса, комментарийға жазып кетіңіздер. Негізі көбісі айтады, сен маған бізге мотивация бересіңдер деп. Мен мысалы даже оны білмей сіздерге, оказывается, мотивация береді екенмін. Бірақ та мен өте көп блогерлардан тоже көп нәрсе білемін, көп нәрсе мотивация аламын. И сіздермен де осы видеоларымда, влогтарымда көбінесе сіздермен сол мотивацияменен бөлісіп отыратын боламын. Сәлем достар, біз бүгін киноға келдік. Қандай кино еді? Зеркала. Қараңыздар, қандай тамақ бар бізде. Қараңыздар, киноға біз қалай кіреміз, чипсы бар. Қараңыздар, құрта кепті. Копченый бұл нәрсе. Ужас просто. Мынандай, короче, біз неге келдік, зеркала деген қағаз қалды. Зеркала мен жауып тұр екен ғой. Соған келдік. Қазір кіреміз уже бір 15 минутта. Кинодан шықтық уже. Қараңыздар. Тағылақ шетін Новый годта екен. Ол шына кішкентай болады бізге. Ой, мәйлі ғой. Қараңыздар, Магнум жаңа жылға вообще дайын болып қалған. Так, достар, кино туралы айтатыным, біз «Зеркала» деген киноға бардық. Қазақ фильм түсірген, яғни Қазақстанда түсірілген. Өте керемет кино. Просто сіздер егер ойланып жүрсеңіздер, барайын ба, жоқ па деп міндетті түрде барыңыздар. Именно қазақ фильм ұсынған кинолардың арасындағы сондай жанрда түсірілген киноны бірінші рет көріп тұрмын. Мүлдем басқаша киноларға, там той туралы, ауылдық өмір туралы кинолардан бөлек жаңа дүние екен. Кіріп көріңіздер, өте көп нәрсені түсінесіздер. Сонымен қатар мен ойымша бұл киноны түсірудің тарихын, там неге түсірілгенін білмеймін, бірақ та менің ойымша Денис Теннің өліміне байланысты түсірілген кино сияқты. Міндетті түрде көріңіздер, мағынасы өте күшті, актерлық составы өте күшті кино. Просто көріңіздер. Мен сіздерге жаман нәрсе кеңес бермеймін, жаман нәрсеге өкінбейсіздер, уақыттарыңыз бостан-босқа кетпейді, сондықтан да көріңіздер. Так, мен уже бүгін бізде қандай күн екенін ұмытып қалдым, бірақ среда. И мен қазір ғана, по-моему, 13-ші шығар, мен қазір ғана Магнумнан келдім, көріп тұрғандарыңызда. И мен 2 пакетті ертең 24 сағат ФАРП деген видеоны түсіремін, сіздер оны көріп қойыңыздар деген ойдамын. Көрмесеңіздер көріңіздер. Соған заттар алдым. 2 пакет Ф-дан басатын тамақтар бар екен, оказывается. Қандай тамақтар екен білгілеріңіз келсе, сол видеомды көріңіздер. Мен жақта уже пельмень істеп жатырмын. Қазір мен өзім жалпы нақтан не алғанымды көрсетейін. Так, біз бірінші мен екеуміз Fix Price деген магазинге кірген болатынбыз.
мына жерден мен фреш бар деген алып көрейік дедік. Негізінде фикс прайс деген ол российский магазин негізінде. Яғни барлық заттар бір бағада деген мағынаны білдіреді. Мен шарфымды киіп жүрмін, кстати. Так, мынау затты потом көрсем, ол конкурсқа негіз алған болатын сіздерге. Инанды шоколад алдым. Бұл, короче, горький шоколад, яғни пайдалырақ, 68% горький. Өте ондай ашты шоколад. И бұны сіздер, мысалы, там басқа шоколадтар сияқты, Альпен Гольд сияқты жей бермейсіздер до конца. Оны біреуін жеген өзінен кәдімгідей нормально болады, ашты көп жей алмайды. И мынандай киткат алдым. Вот. Кстати, мен жолы тоже фикс прайстан мындай тарелка алған болатын. Мен инстаграмда көрсеттім, сіздер көрсетпедім. Мінекей, мындай түлкі ұйықтап жатқан. Өте әдемі, бағанада күшті тарелкалар көрдім, бірақ алмадым, өкінішке орай. Потом бір күн алмасам барып. Так, не алдым мен магазиннан. Мындай пельмень алдым, қазір жасаймын осыны ретінде. И осы пельмень суп болу үшін мындай магия. Потом мороженое алған болатынмын. Так, мынау емес, мынау ертеңгі видеоға. Бірақ ужасно еріп кеткен сияқты екеуі. Қазір магазинге салу керек сразу. Потом мен құрттар алдым. Құрт жегім кетті. Мен магнумда іздегенде таппай қойған. Вот таптым бүгін. И мындай сыр чесночный соус алдым. Біз бақойкеміз соусты өте қатты жақсы көреміз. Вот, менің күшті пельмендерім дайын болды. Просто суға сала саламадық. Оған специялар қосып, бұны жасаған өзі де оңай емес, достар. Достар, сағат түнгі 2 болды. Мен бағана 10-да ма жатсам ұйықта қалыппын. Тұрам деп жатқан болатын. Білмеймін қалай ұйықта қалғанымды. Вообще, неожиданный болды. Сондықтан да влогты осы жерде аяқтайық. Мен бірге бұл влогта болғандарыңызға үлкен рахмет. Мен келесі видеоларымда, влогтарымда кездескенше. Всем пока!